Сәлем достар, қазір мен сіздермен үй жағдайында компьютер жинайтын боламын. Бұл компьютерді мен өзіме ойын ойнауға жинап жатырмын. Көріп тұрған бөлшектердің барлығын OLX-тан жинап сатып алдым. Қазір осы бөлшектерге жеке-жеке тоқтала кететін боламын. Бірінші корпус X-Game'дікі 12.000 теңгеге сатып алдым. Жаңасы шамамен 25.000 теңге тұрады. Және мына жерінде RGB подсветка дейді ғой, орысша айтқанда. RGB лампасы бар, бүйтіп әртүрлі цветте жанып тұратын болады. Екінші бөлшек B85 деген аналық тақта 1150 сокет. Бұл бөлшекті 12.000 теңгеге сатып алдым. Келесі бөлшек Intel Core i5 4460 орталық процессоры 25.000 теңгеге сатып алдым. Келесі бөлшек жедел жады деп аталады, көлемі 8 гигабайт, жиілігі 1600 Гц. Екеуін сатып алдым, толық көлемі 16 гигабайт. Ары қарай қатқыл диск және SSD диск. Қатқыл диск мынандай кішкентай ноутбуктікі, көлемі 500 гигабайт, 10.000 теңгеге сатып алдым. Және де 2 SSD диск алдым, көлемі 120 гигабайттан, әрқайсысы 6,5-7.000 теңге тұрады. Келесі бөлшек қорек көзі Хамкейдікі 550 Вт. Әрине жаңа емес. Бұл орталық процессорды суытуға арналған құрылғы. Бұл да жаңа емес. Компьютерді ойын ойнауға жинап жатқандықтан маңызды бөлшектердің бірі бұл видеокарта. Мен 1660 Super деген видеокарта сатып алдым. Бұл видеокартаның жаңасы шамамен 150.000 теңгеден басталады. Ал мен жолым болып OLX-тан саудаласып жүріп 65.000 теңгеге сатып алдым. Достар, егер сіздер де қолданылған бөлшектерден өзіңізге компьютер жинайтын болсаңыз, бұл бөлшектерді аларда міндетті түрде жақсылап тексеріп алыңыздар. Егер сіз ойын ойнамайтын болсаңыз, жұмысқа, оқуға жинайтын болсаңыз, онда қымбат видеокартаны сатып алудың керегі жоқ. Оның орнына арзан мынандай 10.000 теңгеге видеокарта сатып алсаңыз жетеді. Немесе мүлдем қоймасаңыз да болады. Себебі Intel процессорларының ішінде видео процессор да болады. Және оперативтің мен сияқты 16 гигабайт емес, 8 немесе 4 гигабайт орнатсаңыз да болады. Сонымен достар, компьютерді жинауға кірісеміз.
Сонымен достар, компьютерді жинадық, компьютерді мониторға жалғадым. Қазір енді қосып көретін боламыз. Кеттік ендеше. Компьютер қосылды. Достар, компьютерге операциондық жүйені орнаттым. Қазір сізге характеристикаларын көрсететін болам. Мінекей 3 дискімізді көріп тұр. Және де ары қарай мына жерде мінекей процессорымызды көріп тұрмыз. 16 гигабайт жедел жадында көріп тұрмыз. Қазір сіздерге видео картаны көрсетемін. Мінекей 1660 супер. Достар, барлығы тамаша, компьютер шапшаң қимылдауда. Қазір сіздерге температурасын көрсетейін. Мінекей процессордың температурасы 41-42 градусты көрсетіп тұр. Видеокарта температурасы 32 градусты көрсетіп тұр. Барлығы тамаша. Достар, видео ұнаса арнаға жазылып кетеміз, және де лүпілдерімізді аямаймыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңыз болса, пікір жазып кетіңіздер. Мен олардың барлығын міндетті түрде ескеретін боламын. Келесі видеода бұл компьютерді ойында тексеретін боламын. Сондықтан келесі видеода кездескенше.